Бір ауылдың шетінде Қазбек деген кісі мен оның бәйбішесі тұрыпты. Олардың малы да, ақшасы да көп екен. Бірақ екеуі соның бәрін басқа адамдардан қызғанады екен. Сондықтан үйге қонақ келмесін деп, екеуі киіз үйлерін әдейі алысқа тігіпті. Сол ауылға алдар көсе келе жатыр еді. Жолда бір қасық тауып алып, Қазбектің үйіне қонаққа кірмекші болады. Қазбек оны көрген соң үйінен атып шығады. Алдарды қуып жібермек болып, «Қап, саған берер тамағым жоқ. Өзім 3 күн бойы аш отырмын. Мүмкін көршілерге қонақ боларсың», дейді. «Менде сиқырлы қасығым бар. Ол кез келген тағамды өзі даярлайды. Сондықтан маған сенің тамағың керек жоқ. Оданша мен саған тамақ істейін», дейді алдар. Бұған қуанып кеткен Қазбек алдардың айтқанына сеніп, сиқырлы қасықтың қалай тамақ жасайтынын көргісі келіп кетеді. Сонда алдар көсе: «Бұл қасықпен қазанды араластырып отыру керек. Сонда ол тамақтың бәрін өзі істейді. Тек сен көзіңді жұм да, алақай, ақалай, мақалай деп айғайла. Көзіңді ашқанда алдыңда дәмді палау тұрады», депті. Сөйтіп Қазбек көзін жұмып тұрғанда алдар көсе оның бәйбішесіне барады. «Әй бәйбіше, Қазбек саған ет пен май берсін деп бұйырды. Қане алып кел», дейді. Қазбектің әйелі ет пен май береді, ал алдар оны араластырып тұрған қазанға салады. Тағы бір рет барып, ол бәйбішеден туралған пияз бен сәбізді сұрап алып кетеді. Ең соңында одан күріш алып, күрішті де қазанға салып қояды. Бәрін дайындап болған соң, алдар көсе де Қазбектің жанына келіп, алақай, ақалай, мақалай деп айғайлай бастайды. Палау пісіп болған кезде ол Қазбектің көзін ашып, палауды көрсетеді. Палаудың дәмін көрген ол: «Ах, палауың қандай дәмді болып шықты. Маған қасығыңды сатшы, мен саған 100 000 теңге беремін», дейді. «Егер 100 000 теңгең болса, неге 3 күн бойы аш отырсың?» «Мен сенің қасығыңды күтіп отырмын ғой. Ендігәрі аш қалмаймын. Маған қасығыңды сат», деп Қазбек қоймай қояды. Алдар көсе келісіп, өз қасығын Қазбекке беріп кетеді. Алдар кеткен соң, Қазбек қасықты әйеліне көрсетеді. «Міне, енді бізге тамақтың керегі жоқ. Бәрін осы қасық дайындайды», дейді. Әйелі: «Әй, сонда сен палауды қасық істеді деп ойлайсың ба? Сонда етті кім берді, сәбізді кім турады? Сен көзіңді жұмып отырғанда алдар көсе сен бұйырды деп азық-түліктің бәрін сұрап алды. Оның сиқыры сол, сен сияқты ақымақтарды алдау», деп оған ұрса бастайды. Сонда ғана Қазбек өзінің алданғанын түсінеді.